Ассаламу алейкум мұсылмандар. Біздің кезекті жұмысымыз кішкентай нәрестеге әткеншек жасау, яғни качелия да. Мынандай кесіп дайындап қойдық. Профильді тұрба. Қалыңдығы 1,5 мм, 40-қа 40 сантиметр. 40-қа 40 мм. Мынандай подшипниктер алдық. Подшипниктің размері 04-18 дейді. В0686 деген подшипник алдық. Жалпы автокөліктікі, бірақ қандай. Соны мына жерге орнатамыз. Сол арқылы әткеншек тербеледі. Енді мыналарды приходтап соркілейміз. Узорларын қоямыз. Сосын подшипникке сыртына обойым жасаймыз. Оны бөлекше түсіремін. Әткеншектің шаруаларын істеп жатырмыз. Біз мынандай Т-образный қылып бір жақ шетін дайындап қойдық. Ол профиль тұрбайды өткендей. Сосын мынандай қалыңдығы 3-4 мм болатын мына жерге пластинка сваркіледік. Себебі бұл жерде подшипник тұрады. Подшипникті біз мынандай қалың штангіден вал жондық. Енді жону деген болгаркамен жондық. Оңай болған жоқ. Соны мына жерге сваркілейміз. Пластинкалар мына жерде усилителдік та. Мынаны тек профильдің өзіне сваркілеп қойсақ әлсіздік етеді. Сондықтан мынандай алып темірмен усилителдік. Соған подшипнигіміз киіледі. Астынан сваркіленеді. Сонымен әткеншектің қозғалту жүйесі осындай болады. Дәл сондай екінші данасы мына жерде. Екеуін дайындап сваркілейміз. Ар жақта тағы бір дайын тымыз бар. Мынау жоғарғы бөлігі. Және де айта кететін. Жалпы әткеншектің бала жататын, нәресте жататын орны осы. Мына жерге қазір домалақтап жұқа лестерді сваркілеп дайындаймыз. Подшипникті сыртына домалақ обойым істедік. Профильді подшипниктің өзіне сваркілеген жоқпыз. Бұл бір көптеген пайдасы бар. Біріншіден подшипникті қыздырмаймыз. Подшипникке зақым келмейді. Екіншіден подшипникті ауыстырған жағдайда сыртындағы обойым өзінде тұра береді. Мынандай 50-лік тұрбаны 2,5 сантиметрден кесіп, сосын өзіне салатын болсақ, кішкене притик баратын болды. Сондықтан құрттай кигізіп, қайттан орнын сваркілеп. Ол сваркілеген жерін профильдің іш жағында қалдырып жібердік. Обойымдау жұмысы осындай кішігірім. Неғыда дәл солай майлап, ішіне салып, енді өзіміздің әткеншегімізді жайлап құрастыра береміз. Міне құрметті қазақ бауырлар, осындай 1,5 күндік шаруамен осындай әдемі әткеншекті құрастырып бітірдік. Кованый элементтерімен әдеміше келген әткеншек болды. Енді краскілеу жұмыстары қалды. Осындай әткеншектерді жасаймыз десеңдер, ақыл кеңестер болса комментарийға жазамыз. Және де басқа осындай шаруамен айналысатындарға бөлісеміз. Жалпы әткеншектің бағасы 25 000 теңге. Рахмет. Әткеншек толығымен бітті. Краскілеу жұмыстарында жасадық. 40-қа 40 профиль және әртүрлі ою-өрнек узорлар, лист, 40-қа 20 профиль және подшипниктер арқылы құрастырылды. Сондай әдемі әткеншекті өз қолдарыңызбен жасасаңдар болады.